макулатурадан өңдеп жұмыртқаға лоток деп айтылады ғой, жұмыртқаның қорабы салынатын. Сондай шығарамыз өзіміз өңдеп соны. 40 теңге, 50 теңге. Килосын 40 теңгеден, 40 теңге, 50 теңгеден. Сіз де мен сияқты математикадан жоқсыз ғой деймін. Математикадан енді. Мысалы, әрбір үйде жұмыртқа болады өзі. Кем дегенде 10 штук болады. Айтып жатырмын, лоток соның формасын жасайды екен. Форма жасап, тастап, печканың ішімен тұрғатып шығарып береді. Бір 5 фабрикамен договор түзгенбіз. Алматы қаласында үлкен Сарыбұлақ құс деген фабрика. Онымен договор жасағанбыз. 1,80 22-ден санағанда 22 миллион чем-то болып отыр да. Где-то 60 миллионда кетеді екен мынандай кәсіп бастауға. Осындай нәрсе ашамыз деушілер болса, есік ашық қой сіздерде, иә? Әрдайым. Толық жаңа компьютері бар. Барлығын 3 айда үйреніп шықтым. Мысалы, обучение бойынша да мына лоток жұмыртқасын алуға болса да, осы кісіден хабарласып алуларыңызға болады. Есіктер әрдайым ашық. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Руслан Қасымбек, бизнеске бағыт каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таныстыратын кәсібіміз ол макулатура, яғни макулатурадан шығатын жұмыртқаға арналған лоток. Бұл кәсіп айына 15 миллионнан 20 миллионға шейін тауып отыр. Осы кәсіптің иегерімен таныстырамыз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, денсаулықтар жақсы ма? Аллаға шүкір, аман. Кім болады есіміңіз? Ермек есім. Мына кәсіп қандай кәсіп? Не деп аталады? Бұл кәсіп мынау макулатурадан өңдеп жұмыртқаға лоток деп айтылады ғой, жұмыртқаның қорабы салынатын. Сондай шығарамыз өзіміз өңдеп соны. Бұл кәсіпке қалай келдіңіздер? Бұл кәсіпке 2017 жылдан басталып, осы кәсіпті жаймен деп бастап алып, бірінші кезекте Қытайдан станок алдырттық. Соны құрастырып, одан кейін өзіміз басқа бір маман тауып, содан қолдан құрастырып, осыны аз маман кәсіп ретінде осыны пайдаланып жатырмыз. Қызығушылық қалай пайда болды? Басында ашатын кезде бір зерттедіңіздер ма? Мысалы, болады ғой, рынокты зерттеп. Қызығушылық болады ғой, әрине. Қызығушылықсыз ол ешқандай бірдеңеге кірудің өзі қиын ғой. Қызығушылық болды, таныттық, осыны кірістік. Тұтынушыларды зерттедіңіздер ме алдын? Қалай болады алу деген сияқты? Тұтынушылар бір зат шығарғанда ол тартпаса, ол тұтынушыға өтпесе, ол рынокқа кірмейді ғой. Біз рынокты бәрін зерттеп, тартатын болғаннан кейін осы кәсіпті жақсылап нықтап ұстадық. Макулатураны осы, мысалы, реклама беріп, не қылатсыздар ғой, иә? Қабылдап аламыз деп. Қаншадан қабылдап жатсыздар? 40 теңге, 50 теңге. Килосын 40 теңгеден, 40 теңге, 50 теңгеден килограммын аламыз. Осы 40 теңге килограмм, содан қанша шығады бана лоток? 1 килодан 13 штук лоток шығады. 1 килограммнан 13 штук лоток шығады. Так, 1 килодан 13 штук шығатын болса, штугы 22 теңге. Штугы 22 теңгеден сатылады. Сонда 13 штук шығады, 22-ден санағанда қанша? Сіз де мен сияқты математикадан жоқсыз ғой деймін. Математикадан енді бәріміз осы. 22 теңге 13 штук шыға ма? 13. 286 теңге. 1 килосы 40 теңге дедіңіз, е? Иә. 286 теңге. Жақсы, пайдасы. Енді, мысалы, мына қағаз жоқ болып қойған жағдайда, значит, анау неде жоқ қой, сіздерде? Бізге басқа жақтан қабылдайсыздар ма? Басқа қаладан қабылдаймыз. Шымкенттен қабылдаймыз. Мынау өзіміздің Жетісай ауданы. Басқа жақтан қабылдасаңыздар, бағасы сол болады ғой, 40 теңге. Енді оның өзімізде әр кезде әрқалай келеді. Біреуде бір кезде жаңа жол ақысын өзіміз төлейтін кездер болып қалады. Мысалы, Шымкенттен келсе, жолын доставкасын өздеріңіз төлейсіздер. Бір кезде олар өздері доставкамен келеді. Қымбат шығып кетпей ме ол кезде? Қымбат келеді, амал жоқ. Макулатура болмаса бізде жұмыс тоқтайды. Жұмыс тоқтағаннан кейін жұмысшыларымыз да тоқтап қалады. Цехтың ішін көрсетіп жіберейік, мына жаққа не ол? Бұл үлкен склад. Үлкен склад. Бұл жақта не істейді? Бұл жерде жаңа келген макулатуралды осы жерге түсіріп, осы жерден жинап алып, ары жаққа цехтың ішіне кіргізіп, өңдейтін станокқа салады. Мына жақсы жүр. Достар, мына жақта макулатура, келген макулатураны осы жаққа жинап қояды, иә? Келгенді осы жерге түсіріп, жинап қоя береміз осылай. Айына қанша макулатура қабылдайсыздар? Айына әр кезде әрқалай келеді. Бір кезде 12 тонна бір кіріп келеді.
18 тонна кіріп келеді. Негізі- Ең кем дегенде 7-8 тоннамен тартады. Негізі айтып жатырмыз ғой, бұл макулатурадан бағана лоток жұмыртқа салатын. Лоток істелінеді. Жұмыртқа сезон таңдамайды негізі. Любой момент кете береді. Қысы жаз демей, қазір кондитерскілерде көп алады жұмыртқаны. Любой нәрсе қосады қазір. Мысалы, әрбір үйде жұмыртқа болады өзі. Кем дегенде 10 штук болады. Кем дегенде 10 штук болады. Бағана цехты көрсетіп жүрік, бірақ өтуге бола ма? Өтуге болады. Сізде істеп жатқан қазір қанша жұмысшылар бар? Бізде қазіргі мынау станокта жұмысшымыз 12 жұмысшы жұмыс жасайды. 12 жұмысшы сменмен істей ме ол? Сменмен жұмыс жасайды. Күндіз түн деген бар. Түнде істейді. Әр сменде 4 жұмысшы. 24 сағат жұмыс істеп тұрады. Иә, 24 сағат. Енді жұмыстың барысын көрсетіп жүрейік, қалай басталатынын. Қағаз мысалы салынып жатыр деген сияқты. Яға шығайық. Упс. Мынау жаңағы келген макулатураны мынаның ішіне салып майдалайды. Майдалап Сумен араласып сумен араласады. Кәдімгі өзіміздің күнделікті қолданып жүретін суымыз. Сонымен тек макулатура қағазды саламыз, ішінде пышағы бар, өзі майдалап дайындайды. Су ысыту керек қой, 15 минутта бұл дайын болады. Мынау получается блендер қой, айналдырып тұрады. Блендер былай айтқанда. Қағазды майдалайды, сумен қосып. Содан кейін Одан келіп, бұл дайын болған соң бұл екінші багымыз. Екінші этап дейді ғой. екінші этап. Бұл кранды ашып, мына бакке толтырылады. Тоже сумен араласып құйылады. Толтырып, өзінің граммын өлчеп, бұл жерде өлчемейді, ар жақтан өлчетін болады. Осыған төгіл екінші этабында. Мына жақта ше? Бұл складтар, ол кішігіне. Кейінгісінде мынау станоктың несі ең маңызды жер деп айтылады ғой. Форма жұмыс жасап, вакуум жұмыс жасап, жерден алып келіп, тастап істеп береді. Достар, мына жақтан бағана айтып жатырмын, лоток соның формасын жасайды екен. Форма жасап, мына тастап, мына печкенің ішімен тұрғанды шығарып береді. Бағана ысып тұрғанды айналдырып, уже жасап, мына жақтан уже ысып кетеді. Ысып, ары қарай кетеді. Яқа барғанша ысып барады ғой, Ысып барады. 230 градус, 260 градусқа шейін ыстық болады ішінде. Ол температура датчик бәрі көрсетіп тұрады, өз арасында бәрін. Құрғап шыққан жаңа мына лотоктарымызды мына жерде 2 жұмысшы. Біреуі тақтап жинап отырады. жоғарыдан көрсетіп жүр. Жиналып отырады. Біреуі жаңа 100-100-ден байлап жаққа Каждый несінде бір упаковкада 100 штуктен жиналады. Бағанағыдан форма істелді, сөйтіп ана жақтан істеліп, бүйтіп пешпен ысып келеді. Ысып келіп, құрғап, мына жаққа продукты шыға береді осылай. Әдемі. Жиналғандар? Жиналған мына жерден 50-50-ден қойылып, мерге бір упаковка дейді ғой, 100-ден байланады. Мынау байлайтын емес, станок. Мынауымыз өзіміз қолдан істелген прессіміз. Бір көрсетіп жүрдікші. Нығыздалып, 100-ді сортына жіппен байлап, ар жаққа жинап қойылады деген. Мынаның өзі отдельный бір аппарат қой. Өзі бір алдына, бұл өз алдына бір аппарат. Түсінікті. Бұл енді сіздің сатып жатқан лотоктар басқа жақтың несімен салыстырғанда бағасы қандай болып келеді? Басқа жақтан біздің өзіміздің Сарыағаштағы Нарленден алатын болсақ, бізге олар бізден алатыны арғы неден Тараз қаласына келетіннен арзан ол. Достар, бізде Нарлен деген енді көп жақта жоқ болуы мүмкін. Ол бізде құс фабрикасы, жұмыртқа сатады, етінде сатады, қазір колбаса да шығарып жатыр көп. Сондай цех қой енді, завод былайша айтқанда. Сол жақтан алып кетеді екен. Тек қана ол емес, басқа да бар ғой, Бір 5 фабрикамен договор түзгенбіз. Сарыағаш қаласынан 2, жаңа айтқан, өзіңіз айтқан Нарлен дегенмен, Сарыағаш құспен
Шымкент қаласында 3 фабрика бар, Түркістан қаласында 1 фабрика бар, Алматы қаласында үлкен Сарыбұлақ құс деген фабрика. Онымен договор жасағанбыз. Енді бағана есептедік біз, айына кем дегенде 1,80 шығады деген мынандай штук. 1,80, 22-тен санағанда 22 миллион чем-то болып отыр да. 22 миллионның енді тазасы ол пайда емес, оның 7 миллиондай жұмысшыларға кетеді, коммунальный услуга бар, свет, газ деген сияқты басқа помещение аренда ма? Сол бастықтың атында ғой. Сондай кезде 7 миллион алып тастағанда қалғаны таза пайда қалып жатыр. Негізі жақсы кәсіп. Аға, мына кәсіпті примерно бастағанға, енді қазір сіз баяғыда бастадыңыз, қанша жыл болды уже? Бұл бастағаны уже 8 жыл болды. 8 жыл болып қапты. 8 жыл болды. Құдай қаласа 10 жыл болса юбилей болады екен. Құдай қаласа онда. Енді ол кезде баға басқа болды. Қазіргі бағамен айтқанда где-то 60 миллиондай кетеді екен мынандай кәсіп бастауға. Енді басқа қаладан, Шымкенттен демей-ақ қойық, басқа қаладан үйренем келіп осындай нәрсе ашамыз деушілер болса, есік ашық қой сіздерде, иә? Әрдайым. Әрдайым ашық. Біз Қазақстан дамуыны әрине біреу келіп оны ашам деп тұрса, біз қолдан келгенше көмектесеміз. Ашамыз деп не қылып тұрса да өздері бар ғой, енді сонда кәсіпті ұстап тұрған, бірақ ары қарай не аламай айтқан, басы жетпей тұрғандар бар. Сен жамбасаң лапылдап, мен жамбасам лапылдап, аспан қалай ашылмақ дейді ғой. Әрбір азамат өзінің ауылынан бастап қызмет етіп, көркейтіп дамытса, Қазақстан дамып кетеді. Енді Құдай қаласа басқа, мысалы Астанаға көшеде одан келіп осындай кәсіпті ашам деп келіп үйреніп кететін болса, қанша күнде үйреніп кете алады? Енді әр адамның өзіне байланысты шын айтқанда. Алып кетуіне. Иә. Енді өзім 3 айда толық жаңа компьютері бар, барлығын 3 айда үйреніп шықтым. Ол маған үйреткен или жаңа мастер дейді ғой, ол мықты болды ма, или мен тез қабылдау қабілеті мықты болды ма, 3 айда жақсы. Екеуіңіз де мықты болғансыздар. Сол жағын жақсы үйреніп кеттім. Жақсы сол жағын. Енді бұны ашып қондырып жүйеге қойып беретін адам да бар ғой, мысалы. Жүйеге қойып бере аламыз. Жүйеге қойып береміз. Жаңағыда келісіп, договор жасап, істеп бер десе, ол жағын қарастыра аламыз. Достар, немесе бағанағыдай жұмыртқаның лотогын алам десеңіздер де, қай қаладан болсаңыздар да, ол тем более бағана айтып жатыр ғой, ең арзан баға бізде деп. Осы кісілердің номерін қалдырып кетеміз. Хабарласып, мысалы обучение бойынша да мына лоток жұмыртқасын алуға болса да, осы кісілердің хабарласып алуларыңызға болады. Есіктердің әрдайым ашық, 24-те 7 хабарласа беріңіздер. Аға, енді алдағы мақсаттар қандай сізде? Құдай қаласа, алдағы мақсатта біз және бір станок қою ниетіміз бар. Ол да болып қалады, Құдай қаласа. Ол да осы жұмыртқа лотогын шығаратын біреу болады. Кейінгі мақсатымыз жаңа туалетный бумага дейді ғой. Сондай шығаратын бір станок құрсақ деген ниет бар. Жаңа салфетка. Тойханаларда істетілетін салфеткілер бар ғой. Сондай салфетка шығаратын ниеттеміз, Құдай қаласа. Сондай мақсаттарымыз бар алда. Обучение алғандарға олар да үйретіледі, Құдай қаласа. Иә, ол да бәрін үйреткен. Мынау енді жұмыртқа енді стандарт болып келеді ғой. Қазір енді неше түрлі жұмыртқа шығып жатыр. Түйе құсында жұмыртқасын бар, ол да шығады, Құдай қаласа, сұхбат. Оларға да шыға ма, или тек қана стандарт жұмыртқаға ма? Жоқ, бұны размер көп. Мына размер бар. 18-дік дейді, 19-дік, 20-лық дейді. 20-лықтар үлкен болады жұмыртқа. Ол бұл айтқанда 1000 мынандай лотокқа болатын болса, ол бір айға жетеді да, 1000 лоток. Өйткені ол отборный үлкен болады. Ол тауықтарды дөу туа бермейді ғой. Иә. Майдалар, мына стандартный көп тұрады. Мынау қазіргі мынау размер, ходовой размер да. Байта тартатын размер осы болып тұр. 18-дік болып есептелген. Қазір алып жатқан қайсы қалалардан алып жатыр сізде? Бізден Шымкенттен алып жатыр, Түркістан қаласынан алып тұр. Алматы қаласынан үлкен фабрика жаңа айтылып өтті. Сарыбұлақ құс деген үлкен фабрика. Сол Түркістандағы негізі Алматыда да бар ғой бұндай. Станцияларға бағасы дұрыс келіп тұр да? Солай болып тұр, бағасы дұрыс келіп тұр, сол себептен бізден алып тұр.
Все түсінікті. Ал достар, осымен сұхбатымыз аяқталды. Сіздерге жақсы тиімді ақпарат беруге тырыстық. Негізі бұл жақсы кәсіп. Өйткені жұмыртқа деген ол сезон таңдамайды. Әрқашан өтімі жақсы. Бағана көріп жатсыздар, бағасы да жақсы болып отыр. Басқа қаладан ашам десеңіздер, негізі жұмыртқа сатылма әр жақта бар ғой. Біздің каналымызға löпіл басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Löпіл басатын болсаңыздар, тіркеліп қойсаңыздар, біздің каналымыздың өсуіне ықпалын тигізеді. Қош сау болыңыздар.